Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Боб Тревина лайк басты фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын біздің арнаны қолдап пікір қалдырған әрбір жанға алғысымызды білдіргіміз келеді. Бұл біз үшін өте маңызды. Жанына желеу болатын адам іздеген, әкесі бола тұра жалғыздықтан жаны қиналған қыздың жан жарасын көретін боламыз. Лили өзінің жігітіне хат алып жылап отырады. Себебі жігіті басқа қыздың атын жазып жіберген болатын. Ол ертеңіне өзінің әкесімен кездеседі. Дегенмен әкесі телефоннан көз алмай, қыздың жігітімен ұрсып қалғаны жайлы әңгімесіне тіпті мән бермейді. Лили осы жайлы өлең жазғанын айтады. Бірақ әкесі өзінің сөйлесіп жүрген келіншектерінің суреттерін көрсетіп, қайсысы өзіне сай келетінін қызынан сұрап, оған суреттерін лақтыратынын айтады. Сондай-ақ қызын осы келіншектердің бірімен болатын кездесуге шақырып, есі түзу киім киіп келуін сұрайды. Артынан ақшасын көлікте ұмытып кеткенін айтып, Лили шотты өз қалтасынан төлейді. Лили мүгедек қыздар неге қарайтын сиделка еді. Ол жұмыстан босаған бойда психологқа келеді. Керек деген анкетаны толтырып болып, психологтың қабылдауына кіреді. Өзінің көп ақшасы жоқ екенін және тез сөйлейтіні себепті өзі жайлы ақпаратты осы бір сеансқа сыйғыза алатынын айтады. Осы әңгімеден анасының нашаға тәуелді болғаны себепті оны 4 жасында бір күнге құлыптап кеткенін, яғни әкесіне тастап кетіп қалғанын білеміз. 9 жасында өзінің бар жиған ақшасын алып, Лили үйден қашып кетеді. Өте қысқа юбка кигені себепті өз жасынан үлкен көрінгенін, ал қазір тек қана шалбар киетінін айтады. Оның әңгімесін естіген практикант қыз қатты жылап, Лили оған бәрі жақсы болатынын айтып, оны жұбатып кетеді. Кешке әкесімен кездесуге келеді. Әкесі өзін Боб деп атамауын сұрап, Роберт деп ата дейді. Іште үстел үстінде қыз келіншекке, ұлыңмен мақтанатын шығарсың, ветеринар болды ғой дейді. Келіншек, Роберт, менің ұлым бар деп ойладың ба? Әлде басқа келіншектермен сөйлесіп жүрсің бе деп ашуланады. Еркек Лилидің антидепрессанттар пайдаланғаны себепті көп нәрсенің есінде жоқ екенін айтып, барынша ақталуға тырысады. Келіншек өзінің кездесуі бар екенін айтып кетіп қалады. Ал Боб болса, қызын бәріне кінәлап, осы кездесуге дейін қанша ақша құртқанын, енді бәрін қайтадан бастауға тура келетінін айтып, қызымен мүлдем сөйлескісі келмейтінін айтып кетіп қалады. Лили әкесінен кешірім сұрап, бәрін жақсы қылғысы келгенін, өз қателігін түзейтінін айтып, әкесінің артынан жылап қала береді. Лили әкесіне 1040 рет SMS жазып, барынша хабарласуға тырысады. Бірақ әкесінің телефоны өшірулі еді. Қыз өзін қоярға жер таппайды. Осы өмірдегі жалғыз жақын адамы әкесінен айырылғысы келмейді. Ол интернеттен қалай кешірім сұрауы керек жайлы ақпараттарды іздеп, қарттар үйінде орналасқан әкесінің үйіне келеді. Дегенмен әкесі оның кетуін сұрап, есікті ашпай, өзін қорқытып жатқанын айтып айғайлайды. Күзет келіп, егер қыз кетпесе, әкесінің мазасын алғаны үшін сот алдында жауап беруі мүмкін екенін айтып, амалы жоқ Лили кетуге мәжбүр болады. Үйге келіп, әлеуметтік желіге әкесімен түскен суреттерін салып, артынан өзінің әкесінің есіміне ұқсас адамдарды интернеттен іздейді. Боб Тревина деп. Бұл Боб Тревина, бірақ Лилидің әкесі емес, жай аттас адам еді. Оған Лилиден SMS келеді. Ол Лилидің суреттеріне лайк басады. Лайкты көрген қыз әкесі деп қуанып кетеді. Бірақ бұл Боб Тревина, инженер құрылысшы еді. Боб әрбір демалысты жұмысында өткізіп, кешке үйіне оралатын. Ал келіншегі болса, шіркеуде қайырымдылықпен айналысып, қолы босаса, крафтбук альбомдар жасап, жарыстарға қатысатын. Ол Бобқа винтаж қағаздар сатып алғысы келетінін айтады. Келіншегінің кеше ғана қағаздар сатып алғанын айтқан Боб, артынан оны аяп, алсаң ал, керегіңді ал деп кетіп қалады. Лили Бобтың келіншегі Джиннидің парақшасын тексеріп, артынан Бобқа қайта SMS жазады. SMS-те біз туыс емеспіз бе? Менің есімім Лили Тревина. Сенен 1 сағат қашықтықта тұрамын деп жазады. Боб өзінің 3 жаста әке-шешесімен Америкаға көшіп келгенін, олар мексикандықтар екенін, бұл өмірде бәрі де мүмкін екенін айтады. Лили әкесінің испандық тамыры бар екенін, ал анасының нашаға әуестігі салдарынан өзін әкесіне тастап қашып кеткенін жасырмайды. Боб өзінің анасының 15 жыл бұрын қайтыс болғанын
және әлі күнге дейін анасын сағынып жүргенін айтып, Лилиге сен де анаңды қатты сағынған боларсың дейді. Лили оған жауап қатпайды. Қонжығын құшақтап ұйықтап қалады. Қыздың жауап қатпағанына уайымдаған Боб Лилиге SMS жазады. Лили өзінің жұмыста екенін, өзінің сиделка екенін және бос уақытында өлең жазғанды жаны сүйетінін айтады. Ал Боб болса өзінің үй салудан маман екенін айтады. Қолы босаған Лили тоқтамастан бұрынғы суреттерін Фейсбукке сала бастайды. Себебі Боб оған лайк басатын. Өзіне әкесінің вниманиесі жетіспей жүрген еді. Не керек, Лили оған кофе ішсек қалай болады деп ұсыныс тастайды. Ал Боб болса қолы босағанда міндетті түрде кездесетінін айтады. Кешке Бобтың қуанып отырғанын көрген келіншегі одан не үшін мәз болып отырсың деп сұрайды. Боб ештеңені жасырмайды. Келіншегі қазір мошенниктердің өте көп екенін және өзінің оған ақша бермей абай болуы керек екенін ескертеді. Боб Лилидің жалғыздықтан жаны қиналып жүргенін және жалғыз болудың қандай қиын екенін түсінетінін айтады. Лили қуаныштан тоқтаусыз посттар сала береді. Дүкеннен Дафнидің үйіне келгенде оның туалетті бұзып тастағанын түсінеді. Амалы қалмаған қыз Бобқа хабарласып көмек керек екенін айтады. Боб келіп туалетті жөндеп беріп, қызды құрылыс дүкеніне апарады. Қыздан өмірінде қандай көмек керек екенін сұрап, үйге керекті деген заттардың бәрін алып, өзі тіпті ақшасына дейін төлеп жібереді. Солай екеуі кофе ішуге келеді. Лилиге Дафни хабарласып, әкеңе сәлем айт дейді. Ал бұл әңгімені Боб бұрыс түсініп, қызға оның әкесі емес екенін, өзінің келіншегіне ешқандай да ойнастық жасамағанын және өзінің ешқандай да баласы жоқ екенін айтып ашуланады. Лили бәрін білетінін, осы өмірде өзіне құлақ асып тыңдаған тек Боб екенін айтып жылап кете береді. Лили өзінің отбасы бар адам секілді сезінгісі келгенін айтып кешірім сұрайды. Солай Боб қызға сенің досың болайын, проблеманы сөйлесу арқылы шешейік дейді. Осы күні Лили мен Боб ұзақ әңгімелеседі. Боб өзінің ұлы болғанын, өкінішке орай оның қайтыс болғанын, ал келіншегінің жан жарасының әлі жазылмағанын, келіншегі ұлының барлық киімдері мен ішкен пюрелерінің сыртына дейін сақтап жүргенін айтады. Дженни скрапбукингті тауып жан жарасын қағазға жапсыру арқылы шығаратынын, ал өзіне жұмыс бастылық көмектесетінін айтады. Ертеңіне Лили мен Боб баскетбол ойнауға келеді. Дженни басқа елге скрапбукингтен жарысқа кетеді, ал Боб болса Лилиді походқа шақырады. Бұл Лилидің алғашқы походы еді. Екеуі от жағып, кешке метеорлық жаңбырды көруге отырады. Боб 10 жыл бойы әрбір жазда осы жерге келетінін, келіншегі аяғы ауыр болғанда осы жерді сатып алып, үй салуды армандағанын, ұлы қайтыс болғаннан кейін бәрі сол күйі қалғанын айтады. Ал Лили болса өзінің Чарли деген иті болғанын, көршілерден қалғанын, бұл ит оның досы болғанын айтады. Бір күні өлеңге билегісі келіп, итті аяғынан ұстап, ит қатты қыңсылайды. Ал Лилидің әкесі оның өте жауапсыз екенін, итке қарауға дайын емес екенін айтып, итті жануарларға арналған үйге апарып өткізуіне тура келеді. Бұл Лили үшін үлкен травма еді. Боб, біздің барлығымыз жараланғанбыз, бірақ бұйыртса сенде бәрі де жақсы болады дейді. Екеуі метеорлық жаңбырды тамашалайды. Таңертең заттарын жинап, қызды жануарлар үйіне алып келеді. Лили итке жақындауға қатты қорқып, әрең дегенде оны құшақтап жылайды. Боб екеуі иттермен суретке түсіп, би-билеп үйге қайтады. Лили оған рахметін жаудырып, аудио хабарлама жібереді. Боб бұны естіп қатты жылайды. Артынан үйіне келіп, келіншегін бірінші орын ұтуымен құттықтайды. Келіншегі оған жасаған альбомын көрсетеді. Екеуі естеліктерге бой беріп, қуанышты сәттерін еске алады. Дафни өзінің жалғызсырап жүргенін және Лилимен әңгімелесудің өзі үшін өте маңызды екенін айтады. Солай Лили әкесі өзімен сөйлесуден бас тартқаны себепті интернеттен басқа әке тапқанын айтады. Дафни қызды ашу бөлмесіне алып келеді. Бірақ Лили өз ашуын шығара алмайды. Осы жерден шыққанда өзінің әкесі Боб хабарласып, 1 сағаттан кейін кездескісі келетінін айтады. Боб Лилимен кездесу үшін жұмыстан кетіп қалады. Ал Лили амалсыздан онымен кездесуін кейінге қалдырады. Лилиге өзінің әкесі келеді.
тым алыс екеніне шағымданумен әңгімесін бастайды. Ол параққа осы Лилидің туғаннан бастап өскенге дейін жұмсаған ақшаларының тізімін жазып келеді. Ол жерде смесь, памперстің ақшасы бәрі бар еді. Лили өз көзіне өзі сене алмайды. Әкесі, мен сені өсіру үшін қанша ақша құртқанымды білуің керек дейді. Лили өзінің ерте жұмыс істеп, әкесінің барлық шығындарын жапқанын айтады. Боб жылап, өзінің әкесіне қарағанда Лилиге жақсы қарағанын айтып, өзінің көрінің жақын екенін айтып, аяушылыққа салады. Лили өзінің жаңа Боб деген досының бар екенін айтады. Әкесі Лилиден қарызға ақша сұрап, егер өзіңде болмаса, жаңа досың Бобтан қарызға ақша сұрап алып бер дейді. Қыз ашуланып, әкесі үшін Бобтан ақша сұрамайтынын айтады. Әкесі Лилидің айнымаған шешесі екенін, кезінде шешесін аяп үйге кіргізгенін, сот арқылы ажырасқанда, сот шешесін балаға қарауға шамасы келмейді деп танығанда, Лилиді өзіне алғанын. Егер мен сені сол кезде алмағанымда, сен қазір қайда болатын едің? Сен менсіз өліп қалған болар едің деп, қызды барынша кінәлі қылып, тек қана өзін ғана ойлайтын, рахметі жоқ адам деп, аузына келгенін оттап кетіп қалады. Лили үйге оралып, Бобқа өлең жазып, оған SMS арқылы жібереді. Осы кезде Бобтың жұмысында қиындықтар шығып, ол бастығымен қатты ұрсып жұмыстан шығып кетіп қалады. Бірақ өзінің жүрегі қатты стресске шыдамай, жүрегі ұстап ауруханадан бірақ шығады. Солай Лили Бобтан SMS күтіп отырады. Өкінішке орай, бірнеше күн қатарынан одан ешқандай да хабар ала алмайды. Қыз қатты уайымдап, оның телефонына тыным бермей, ең аяғы оның үйіне келіп, терезеден кіргісі келеді. Осы үшін полиция оны келіп ұстап алады. Түн ішінде амалы жоқ, өзінің әкесіне хабарласуына тура келеді. Таңертең әкесінің үйінде оянған қыз, альбомдарды қарап отырып, әкесі өзінің барлық суреттерін қырқып тастағанын түсінеді. Ол әкесіне не үшін мені қиып тастағансың деп жауап беруін сұрайды. Әкесі өзі өлсе, барлығы өзінің бір жүретін әйелдеріне қалатынын айтады. Солай Лили өзінің ішінде жиналған барлық реніштерін айтып, әкесі өзін ешқашанда жақсы көрмейтінін түсінгенін айтып кетіп қалады. Дафни екеуі ашу бөлмесіне келіп, алғаш рет Лили барлығын сындырып, өзінің іштегі жиналған ашу ызасын шығарады. Бұрынғыдай өтірік күліп, бәріне жақсы көрінгісі келетін Лили өз эмоциясын босатады. Дафни Лилидің әкесімен күлкілі мемдер жасайды. Осылай күндер өте береді. Лили өзінің алғашқы көлігінде сатып алады. Ал Боб Тревинадан ешқандай хабар келмейді. Лили өзінің психологтағы сессиясын аяқтап, тіпті өзі психолог мамандығына оқығысы келеді. Фейсбукте Бобтың парақшасында оның екінші инфаркттен кейін қайтыс болғаны жайлы хабар келеді. Лили Дафниді алып бірден жолға шығады. Ол Бобты көріп, оған әзіл айтып жылайды. Дженни барлық SMS-тер мен аудио хабарламаларды тыңдағанын айтып, қызды сыртқа алып шығады. Боб қайтыс болар алдында келіншегінен Лилиге арнап альбом жасауын сұраған болатын. Міне, сол альбомды Дженни қызға ұстатады. Дженниге Боб Лили жайлы өте көп айтқан. Бұл альбомды ашып Лили көз жасына ерік береді. Соңғы бетінде Лилидің шығарған өлеңі жазылған болатын. Дженни қызды құшақтап, кез келген уақытта үйінің есігі ашық екенін айтып, бір-бірін құшақтап қатты жылайды. Бұл фильм шынайы оқиғаға негізделген. Кейде айналадағы адамның өзіңнің туғаныңнан жақын болатынын, туғаның салған жаныңның жарасын өзгенің жылы сөзімен жаза алатынын көрсеткен. Осымен біздің кино шолуымыз аяғына жетті. Өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Біз үшін ол өте маңызды.